Өмір кейде біз күтпеген бұрылыстар мен таңғажайып кездесулерге толы болады. Сондай бір кездесу менің тағдырымды мүлдем басқа арнаға бұрып жібереді деп ешқашан ойламаған едім. Ол кез менің өмірдің ағысымен жай ғана ағып, күнделікті күйбең тірлікпен жүрген уақытым болатын. Жаздың ыстық күндерінің бірі еді. Шымкенттің аптап ыстығы қаланы қарып бара жатқан соңғы намаз уақытына таяу сәт. Мен көлігіммен қала шетіндегі үлкен көшелердің бірімен келе жатқанмын. Жол жиегінде тұрған авариялық белгілерін жағып қойған күміс түсті Камри көлігіне көзім түсті. Машинаның жүк салғышы, багажы ашық тұр екен. Алқасында бір нәзік жандару шарасыз күйде телефонмен сөйлесіп тұрды. Оның дөңгелегі тесіліп қалғанын бірден түсіндім. Алғы арашында тоқтамай өтіп кеткім келген. Бірақ ішкі бір түйсігім мені кері бұрылуға мәжбүр етті. Көлігімді қиылыстан бұрып, әргі машинаның артына келіп тоқтадым. Көліктен түсіп, оған жақындай бергенімде жүрегім ерекше бір жиілікпен соға бастады. Бұл жай ғана жолда қалған жүргізушіге көмектесу сезімі емес еді. Бұл өзгеше бір тартылыс күші болатын. Ол маған бұрылып қарағанда, мен есеңгіреп қалғандай болдым. Ол өте сұлу келіншек еді. Жасы 30-дан асқаны білініп тұрса да, оның бойындағы сымбаттылық пен нәзіктік кез келген жас қызды жолда қалдыратындай еді. Үстіне киген сәнді көйлегі өзіне құйып қойғандай жарасып тұр. Шаштары иығына төгіліп, жүзінен шаршау мен сонымен бірге ерекше бір тартымдылық байқалады. Оның маған қарап күлімсірегені сондай жылы көрінді. Мен тіпті не айтарымды білмей сасып қалдым. «Сәлеметсіз бе? Көмек керек емес пе?» дедім даусымды нық шығаруға тырысып. Ол маған қарап жеңіл күрсінді де: «Иә, жолда қалып тұрған. Дөңгелегім тесіліп қалыпты. Өзім ауыстыра алмаймын. Ал көмекке келетіндер әлі кешігіп жатыр», деп жауап берді. Оның даусы құлаққа сондай жағымды естілді. Оның күлкісі менің санамды баурап алды. Мен бірден іске кірістім. Жүк салғыштан қажетті құралдарды алып, дөңгелекті ауыстыруға кірістім. Ол қасында тұрып маған қарап қояды. Мен жұмыс істеп жатып, оның сұлулығына көз алмай қараумен болдым. Аққұба өңді, орта бойлы, сымбатты дене бітімі бар бұл әйел менің еркектік намысымды оятып, ішімде үлкен бір сезім отын тұтатқандай болды. Мен оның тек көлігін емес, өзінде баурап алғым келетінін іштей сездім. Дөңгелекті тез арада ауыстырып бердім. Қолымды сүртіп жатып, оған жақындадым. Ол маған ризашылығын білдіріп, алғысын жаудырды. Бірақ менің мақсатым жай ғана алғыс алу емес еді. Мен оның есімін, кім екенін және ең бастысы телефон нөмірін білгім келді. Осы сәттен бастап біздің арамыздағы тылсым байланыс басталды. Дөңгелекті ауыстырып болған соң, біз көліктің жанында тұрып біраз әңгімелестік. Ол өзін таныстырды. Бірақ мен қазір оның есімін құпия ұстауды жөн көремін. Оның әрбір сөзі, әрбір қимылы мені өзіне еріксіз тартып бара жатты. Мен өзімді жас жігіттей сезінгеніммен, ішімде үлкен бір сенімділік бар еді. Мен оған тура қарап: «Сен сондай сұлусың, сенің бұл күлкің мені баурап алды. Маған нөмірімді берсең қалай болады? Сөйлесіп тұрайық», дедім. Ол менің бұл батылдығыма таңғалып сәл жымиды. Сосын маған қарап: «Сен менің кішкентайсың ғой. Оның үстіне менің күйеуім бар, отбасылы әйелмін», деді. Оның бұл сөздері мені тоқтата алмады. Керісінше, ішімдегі құмарлық пен намыс отын маздата түсті. Күйеуінің бар екені, жасының менен үлкен екені, сол сәтте мен үшін ешқандай маңызға ие емес еді. Мен оған жақындап, көздеріне тіке қарап, өз күшіме, өз еркектік қауқарыма сенімді екенімді білдірдім. Мен жас болсам да, әйел затын қалай бақытты етуді, оған қалай шынайы ләззат сыйлауды жақсы білемін. Саған ұмытылмас сәттер сыйлай алатыныма сенімдімін деп нық айттым. Бұл сөздерім оның намысына киді ме? Әлде ішкі жасырын қалауын оятты ма білмеймін. Ол маған қарап: «Да ну, расымен бе?» деп сыңғырлай күліп жіберді. Оның бұл күлкісі маған үміт сыйлады. Мен мүмкіндікті жіберіп алмай бірден: «Ендеше нөмірімді жаздыр, кекке уақыт өткізбейік», дедім. Ол сәл ойланып тұрды да, мақұл дегендей басын изеді. «Жарайды, жазып ал. Бірақ бір шартым бар. Маған кешке қарай, немесе таңертең ерте қоңырау шалма, хабарласпа», деді. Мен оның бұл шартын бірден қабылдадым. Өйткені оның отбасылық жағдайын түсіндім. Сақтық шараларын сақтау екі жаққа да тиімді. Ол нөмірін айтты. Мен телефоныма сақтап алдым. Ол көлігіне отырып, маған қол бұлғап кете барды. Ал мен жол жиегінде оның артынан қарап, ішімдегі лаулаған сезіммен жалғыз қалдым. Ол менің ойымнан шықпай қойды. Оның аққұба жүзі, нәзік мүсіні менің жанарыма егіліп қалғандай болды.
Мен 2 күн бойы оған хабарласу үшін қолайлы сәтті күттім. Әрбір сағат мен үшін айға бергісіз ұзақ көрінді. Арада 2 күн өтті. Бұл 2 күн ішінде мен тек сол келінді ойлаумен болдым. Жұмыста да, үйде де оның бейнесі көз алдымнан кетпеді. Ақыры 3-ші күні түске таман оған хабарласуға бел байладым. Жүрегім атқақтап, қолым дірілдей отырып, нөмірді тердім. Тұтқаны көтергенде, оның таныс, нәзік дауысын естіп, бойымды ерекше сезім биледі. «Сәлем, бұл мен. Баяғы жолда көмектескен жігітпін. Таныдың ба?» дедім. Ол бірден танып, күліп жіберді. «Иә, таныдым. Қалайсың?» деді. Біз қысқаша амандық саулық сұрасқаннан кейін, мен уақыт созбай негізгі тақырыпқа көштім. Мен оған кездесуді ұсындым. Біз жас балалар емеспіз. Уақытты кекке, киноға, немесе кафелерге барып, бос әңгімемен өткізудің қажеті шамалы екенін екеуміз де іштей сезіп тұрдық. Біз ересек адамдармыз ғой. Жас балалар сияқты кафе аралап, уақыт жоғалтпай-ақ қояйық. Одан да бір-бірімізге уақыт бөл, оңаша жерде кездесейік дедім. Ол менің бұл ұсынысымды түсінді. Бастапқыда мен пәтер жалдау туралы ойлағанмын, бірақ ол бұл ойымды бірден мақұлдамады. «Жоқ, жалдамалы пәтерлер маған ұнамайды. Олар суық әрі таза емес сияқты көрінеді» деді. Мен оның талғамы жоғары екенін түсініп, онда қаланың орталығындағы жақсы бір қонақ үйге барайық. Шымкент қонақ үйі қалай деп сұрадым. Ол бұл ұсынысқа келісті. Біз кездесетін уақытты белгілеп, телефонды қойдық. Менің қуанышымда шек болмады. Оның маған сенім артқаны және менімен оңаша қалуға келіскені менің еркектік асқақтығымды арттыра түсті. Кездесетін күнде жетті. Мен үсті басында ретке келтіріп, хош иісті әтірімді сеуіп, белгіленген жерге келдім. Ол да көп күттірмей жетті. Бұл жолы ол бұрынғыдан да сұлу, бұрынғыдан да тартымды көрінді. Біз көлікке отырып, Шымкент қонақ үйіне қарай бет алдық. Жол бойында екеуміз де үнсіз болдық. Бірақ бұл үнсіздік қорқыныш емес. Алда болатын лаулаған сезімнің алдындағы толқын еді. Шымкент қонақ үйіне келіп жеткенде, менің ішімде үлкен бір қобалжу басталды. Бұл қобалжу одан қорыққандықтан емес, қаржылық жағдайыма байланысты туындаған еді. Менің қалтамда көп ақша болмады. Егер қонақ үйдің бағасы тым қымбат болып, кенгем жетпей қалса, оның алдында ұятқа қалам ба деген қорқыныш болды. Біз қабылдау бөліміне ресепшн жақындадық. Мен қызметкерден бөлмені бірнеше сағатқа ғана алуға болатынын сұрадым. Бірақ қызметкер қыз бізге қарап, «Кешіріңіздер, бізде бөлмелер сағатқа берілмейді, тек тәулікке, суткаға ғана жалдауға болады» деп жауап берді. Тәуліктік бағасы 20 000 теңге екен. Мен бұл соманы естігенде іштей қашта қысылдым. Өйткені бұл мен үшін күтпеген шығын еді. Қалтамды сипалап, не істерімді білмей тұрған сәтте, қасымдағы сұлу келіншек менің ыңғайсыз жағдайымды бірден түсінді. Ол еш ойланбастан сөмкесінен ақшасын шығарып қызметкерге ұсынды. «Жарайды, тәулікке ала салайық» деді де, төлемді өзі жасай салды. Бұл сәтте мен еркек ретінде қатты ыңғайсыздандым. Өзімді төмен сезініп, бетім қызарып кетті. Бірақ ол маған қарап, жылы жымиды да менің қолымнан ұстады. Оның бұл қылығы маған бұл маңызды емес. Ең бастысы біз біргеміз дегенді білдіргендей болды. Біз кілтті алып, жедел сатымен лифт жоғары көтерілдік. Менің ішімдегі ыңғайсыздық біртіндеп жоғалып, оның орнын қайтадан лаулаған құмарлық сезімі баса бастады. Бөлменің есігін ашып, ішке кірген сәтте біз сыртқы әлемді мүлдем ұмыттық. Бұл бөлме тек екеумізге ғана арналған жәннаттың бір бұрышындай көрінді. Бөлменің есігі жабылысымен менің ішімдегі барлық тежегіштер бұзылды. 2 күн бойы жиналған құмарлық пен сағыныш сыртқа атылды. Мен оған жақындап, белген тарттым да, оны бірден көтеріп алдым. Ол күтпеген бұл әрекетіме таңғалып, жеңіл дыбыс шығарды, бірақ қарсылық танытпады. Керісінше, оның көздерінен де маған деген құмарлық оты ұшқындап тұрғанын көрдім. Мен оны құшағыма алып, төсекке қарай беттедім. Оның нәзік денесінің жылуы маған ерекше қуат берді. Мен оның мойнынан, жүзінен сүйе бастадым. Оның жұпар иісі менің басымды айналдырды. Ол да өзін толықтай сезім жетегіне тапсырып, менің құшағыма еніп кетті. Оның әрбір тынысы, әрбір қозғалысы біздің арамыздағы сезімнің қаншалықты жоғары екенін көрсетті. Мен оның киімдерін біртіндеп шеше бастадым. Біз бір-бірімізге соншалықты жақын болдық, тіпті арамызда ешқандай құпия қалмағандай еді.
Оның үстіндегі іш киімі ерекше сәнді, өзгеше екен. Оны шешуге тырысқанымда, ішімдегі шыдамсыздық пен құмарлықтың шегіне жеткен сонша, мен оны абайсызда шартып жібердім. Ол бұған ренжіген жоқ, керісінше, менің бұл асаулығыма риза болғандай, маған бұрынғыдан да қаттырақ жабыса түсті. Оның аппақ, мінсіз денесі көз алдымда ашылды. Оның сұлулығына қарап, мен өзімді әлемдегі ең бақытты еркек сезіндім. Мен оның тәнінің әрбір бөлшегін аймалап, оған бұрын соңды сезінбеген ләззат сыйлағым келді. Ол менің құшағымда ері бастады. Оның нәзік дауысы бөлме ішін жаңғыртты. Біз лаулаған сезім отының ортасында едік. Біздің сезіміміз ең жоғарғы шебіне жетті. Мен оның сұлу тәніне толықтай иелік еткім келді, ал ол мені өзінің ішкі әлеміне қабылдауға дайын еді. Мен оған жақындап, өзінің еркектік күш-қуатында толығымен көрсетуге кірістім. Оның көздеріндегі құмарлық пен маған деген сенім мені жігерлендіре түсті. Мен оған жақындаған сәтте, ол маған қарап, ерекше бір нәзіктікпен: «Жаным, асықпашы», деп сыбырлады. Бірақ менің ішімдегі асау сезімді тоқтату мүмкін емес еді. Мен оның тәніне енген сәтте, ол өзінің ішкі сезімін жасыра алмай дауыстап жіберді. Оның бұл дауысы маған бұрын соңды болмаған шабыт берді. Мен өзімді толығымен осы сәтке арнадым. Мен бар күш-жігеріммен өз жылдамдығымды арттыра отырып, оған ұмытылмас сәттер сыйлауға тырыстым. Ер адам ретінде айтайын, мен өмірімде ешбір қызбен, ешбір әйелмен мұндай жоғары деңгейдегі сезім мен құмарлықты бастан кешірмеген едім. Ол да менің бұл қарқыныма шыдай алмай, бар болмысымен ләззат құшағына батты. Бөлмеші оның нәзік дыбыстарымен біздің жүрегіміздің соғысына толды. Біз бір-бірімізге толықтай сіңіп кеткендей болдық. Мен өзімнің барлық қуатымды сарқып, оны бақыттың ең жоғарғы шыңына шығардым. Тәніміз де, жанымыз да бір мезетте тыныштық тауып, біз ұзақ уақыт бойы бір-бірімізді құшақтап жаттық. Бұл жай ғана тән құмарлық емес, бұл екі жанның бір-біріне деген керен тартылыс еді. Бәрі аяқталған соң, мен бірден орнымнан тұрып жуынатын бөлмеге бет алдым. Бойымды жеңілдік пен сонымен бірге үлкен бір шаршау билеген еді. Жуынып келіп төсекке қайта жаттым. Ал әлгі сұлу келіншек төсекте бірнеше минут қозғалмастан көздерін жұмып жатып қалды. Оның жүзінде бақыт пен тыныштықтың ізі сайрап тұрды. Біраздан соң ол да орнынан тұрып жуынып келді. Мен оған қарап, оның әрбір қимылынан әйелдік нәзіктік пен сұлулықты көрдім. Ол маған жақындап, қасыма жатты. Біз біраз уақыт үнсіз қалдық. Бірақ бұл үнсіздік арамыздағы жаттық емес, керісінше, жаңа ғана болған ұлы сезімнің әсерінен айығалмай тұрған сәт еді. Шындығын айту керек, біздің арамызда кейбір адамдар жасайтын басқадай жақындық түрлері болған жоқ. Біз тек шынайы, классикалық махаббат ләззатын ғана бөлістік. Мен сол күні бар күшімді салып, өзімді толықтай сарқыған едім. Шаршағаным сондай, тіпті қозғалуға дәрменім қалмады. Ал ол маған қарап, ризашылықпен күлімсіреді. Ол сағатқа қарады да жинала бастады. «Маған қайту керек, жаным. Күйеуім жұмыстан келетін уақыт болды. Маған жібергенім үшін рахмет», деді. Ол менің ернімнен нәзік қана сүйіп, бөлмеден шығып кетті. Мен бөлмеде жалғыз қалып, оның артынан тыймай қарап қалдым. Оның бұл кетуі біздің қарым-қатынасымыздың соңы емес, керісінше, үлкен бір хикаяның басы еді. Кейіннен біз жиі сөйлесетін, жиі кездесетін болдық. Сондай кездесулердің бірінде ол маған өзінің отбасылық өмір туралы ашық айтты. Оның айтуынша, сырт көзге бақытты көрінгенмен, ішкі өмірі мүлдем басқаша екен. Күйеуі оған кейісті деңгейде көңіл бөлмейтін боп шықты. Күйеуім айына бір рет қана маған жақындаса жақындайды. Болмаса ол да жоқ. Оның маған деген сезімі суып кеткен деп мұңын шақты. Оның бұл сөздерін естігенде, мен оның неліктен жолда маған нөмірін берген, неліктен менімен кездесуге бірден келіскенін түсіндім. Ол жай ғана әйелдік бақытқа, ер адамның жылуына сусап жүрген екен. Оның тәні мен жаны ұзақ уақыт бойы назардан тыс қалып, жалғыздықтан қажыған. Мен оның бұл бостығын толтыра алғаныма іштей қуандым. Әйел заты қаншалықты сұлу, қаншалықты ақылды болса да, егер оған өз еркегі тарабынан назар мен сезім бөлінбесе, ол гүл сияқты сола бастайды. Менің келіншегімде дәл сондай күйде болған. Біздің кездесулеріміз оған жаңа өмір сыйлағандай, оның жанарына қайтадан от жаққандай болды. Ол маған өзінің ішкі сырларын ақтарған сайын, мен оны бұрынғыдан да қаттырақ сыйлай түстім. Ол тек сұлу әйел ғана емес,
сонымен бірге өмірді терең түсінетін ақылды жан еді. Біздің арамыздағы байланыс тек тән құмарлығынан асып, рухани жақын